Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағамбетовтің қатысуымен көктемгі су тасқынына дайындық және алдын алу жұмыстары жайында кеңес болып өтті. Биыл қалалық әкімдік су тасқынын алдын алу жұмыстарын жүргізуге 14 миллион теңге қаражат бөліпті. Қаламызда су басу қаупі төніп тұрған аумақтарға Жұмысшы, Ойқала, ДСР аудандары және Былғары зауыты мен Заречный кенті еніп отыр. Құтқарушылар мен мамандар су тасқыны бола қалса жедел жұмыс атқаруға дайынбыз дейді. Павлодар 2015 года на территории. Жауын-шашын көлемі былтырғымен салыстырғанда көп болып отыр. Тасқын көлемі өткен жылғыдағыдай болуы мүмкін. Мамандар мен синоптиктердің айтуынша, биыл облыс аумағында қар жылдағыдан 2 есе көп түскен. Сондықтан Есіл өзені арнасынан асу қаупі бар. Действительно, на гидропостах больше Солтүстік Қазақстан облысы бойынша көктемгі тасқын жылдық межеден көп болады деп күтілуде. Кеңес қорытындысы бойынша қала басшысы тиісті мекемелерге ашық және жабық жырақтарды тазалау, Заречный ауданындағы көпірге жарық орнату, су өткізгіш құбырларды дайындауды, суға кетіп қалу қаупі бар елді мекендерге арнайы көлік, тұратын орынмен қамтамасыз ету сияқты бірқатар тапсырмалар жүктеді.